салалық министрлік айтпақшы, сендер неге бастарыңды қатырып отырсыңдар, оның бәрібір азаматтар төлейді ғой, қиналып жатқандар, неге қиналып жатсыздар дейді. Біз түсінеміз, азаматтар төлегенде ол азаматтың қалталары көтере ме, көтермей ме? Өйткені қазірдің өзінде мысалы дәрі де қымбат, қызмет те қымбат, стоматология қызметі мысалы. Енді не істейміз? Қайырлы күн. Мәжілісте өтетін үлкен талқылау салық кодексінің бірінші оқылымы өтеді. Соған байланысты бүгін Ақжол партиясының кеңсесінде кезекті салалық талқылау, яғни жеке емханалардың басшылары, жеке емханалардың өкілдері осы дәрі-дәрмек болмаса біздің отандық өнім өндірушілердің қатысуыменен бүгін біздің кеңсемізде 30-дан аса үлкен компаниялардың өкілдері, оның үстіне онлайн арқылы 50-ден аса біздің еліміздегі осы жеке емханалардың өкілдерінің қатысуымен осы жаңа ғана біздің кеңсемізде өткен талқылауға қатысқан бүгінгі қонағымыз Манақбаева Гүлдария Жұмаханқызы, Қазақстанның фарм-мед индустрия фармацевтикалық және медициналық өнім өндірушілер қауымдастығының атқарушы директоры. Қош келдіңіз, Гүлдария ханым. Жаңа өзіңіз де қатыстыңыз, өзіңіз де естідіңіз, өте үлкен қызу талқылау өтті. Мынау президенттің тапсырмасыменен қолға алынып жатқан салық кодексі, кейін кезде артық айтқаным емес, бұл салыққа қатысы бар кәсіпкерлердің арасында ең соңында осы ең соңғы тұтынушы біздің халқымыздың талқылауында өтіп жатқан, өте қызу талқыланып жатқан заң жобасы. Бұл тікелей біздің өндірушілер, біздің кәсіпкерлерден бастап, біздің азаматтарымыздың қалтасына тікелей әсер ететін норма. Басынан бастап айтып қояйық, біздің Ақжол фракциясының депутаттары бұл норманы қолдамайды. Біз 100-ден аса түзетулер бердік, оның біразы қабылданды, біразы сәрсенбі күні болатын пленарлық отырыста тағы да дауға түседі, тағы да қарастырамыз. Соған байланысты бүгін өте қызу талқылау өтті. Енді негізгі тезистерді айтатын болсақ, біздің отандық емхана, жеке емханалар осы медицина саласында салынып отырған 10% қосымша құн салығына жаңағы талқылау кезінде менің байқағаным бір ауыздан барлығы қарсы болды. Бір ауыздан дегенде тек қана бірінің айтқанын бірі қолдаған жоқ. Өте үлкен дәлелдер келтіріп отырып қарсы болды. Біздің жеке емханалар халықтың жаңағы емге деген сұранысының 60%-ын бүгін қамтамасыз етіп отыр. Енді Гүлдария ханым, жаңа өзіңіз қатыстыңыз, өзіңіз сөз сөйледіңіз. Осы ертеңгі салық кодексін талқыланатын, жалпы осы салық кодексіндегі сіздерге қазақша айтқанда бұйырып отырған осы 10%-ға неге қарсы екендеріңізді қарапайым тілмен біздің жұртшылық түсінетіндей қылып айтып берсеңіз. Қосымша құн салығы ол негізінде күрделі салық. Әрине ол жаңағы медициналық қызметке және шығарылып жатқан дәрі-дәрмекке, медициналық бұйымдардың ең соңғы төленетін құн салығы. Сондықтан оның бәрі бізге жаңағы салалық министрлік айтпақшы, сендер неге бастарыңды қатырып отырсыңдар, оның бәрібір азаматтар төлейді ғой, қиналып жатқандар, неге қиналып жатсыздар дейді. Біз түсінеміз, азаматтар төлегенде ол азаматтың қалталары көтере ме, көтермей ме? Өйткені қазірдің өзінде мысалы дәрі де қымбат, қызмет те қымбат, стоматология қызметі мысалы, ол келіп отырсақ, әркімнің қолына күнделік қалтасы көтере бермейтін қызметтер бар. Ал енді қазір ол құн салығы қосылса, ол тағы да қымбаттайды. Сонда біздің азаматтар екі ойда тұрады ғой, мысалы, тамақ алам ба, жоқ, денсаулығыма дәрі алам ба, жоқ, медициналық врачқа барып қаралам ба, медициналық қызмет жүгінем ба деп. Ондай бізде негізінде ол адамшылық ретінен деп айтсам да болады, ондай біз не талап қойма керекпіз. Ең құнды бізде адамзат қой, негізінде азамат, азаматтардың өмірі. Ең құндылығы. Сол құндылыққа біз негізінде ондай мен құрай қарама керекпіз.
оларға жағдай жасау керекпіз. Сонда ғана Жаңа бізде бәсекелес болады. Сонда ғана бізде азаматтар әрине қазірдің өзінде мысалы мемлекеттік поликлиникаға дейміз ғой, мемлекеттік емханаға барсақ, бүгінгі алатын, мысалы мен қазір ауырып тұрмын, маған қазір доктордың жаңағы қызметі керек, маған қазір лабораториялық диагностика керек. Оны қазірдің өзінде біз келесі айға жазылуға жазыламыз. Одан кейін ол үлгермесек тағы созылады. Сондай сияқты бізде ондай, сол үшін көбісі ауырғаннан кейін жеке емханаларға жүгінеді. Ал қазір бұл жерді қымбаттатсақ, онда мына жердегі уақыт одан да жаңа сіздің әріптесіңіз өте жақсы бір мысал келтірді. Біріншіден, президент осы біздің осы салық кодексін жаңағы салық қабылдаған кезде біздің өкілетті органдардан нені сұрады? Бірінші, бұл салық кодексінің жаңағы неше пайызға көтерілетіні, біріншіден ғылыми түрде дәлелдену керек болатын. Ғылыми түрде. Бұл деген жан жақты салалық мекемелермен, азаматтармен, біздің сарапшылармен, барлығымен кең ауқымда талқылап, ең соңында ғылыми цифраны беру керек болатын. Бір. Екіншіден, бүгін біздің азаматтың алдында екі жол тұр. Бірінші жол бұл денсаулығын уақытында көрсетіп, тексеріп, бұл емделу, бұл көбіне жаңағы жеке емханаларға барады азаматтар. Жеке жаңа сіздің әріптесіңіз өте жақсы мысал келтірді. Мысалы, емделіп, мына жаман аурудың алдын бір жыл бұрын білетін болса, ол ауруды емдеу де, алдын алу да, мысалы, өте басқа цифрларды айтады. Ал енді ол ауруы асқынып кеткен кезде мемлекеттік жаңағы емханаға баратын болса, мемлекет жаңағы ауру асқынған адамды емдеуге мәжбүр. Бұған шығатын шығынның да бағасы 2 есе, 3 есе, 4 есеге ары қарай көбейеді. Ол бір. Екіншіден, еңбек ететін жасындағы біздің азаматтар жаңа саптан шығады. Оның біздің экономикаға пайдасы жоқ. Тек қана ары қарай ол кісіні емдеумен айналысады. Сондықтан сіз Гүлдария ханым, мысалы осы 10%-дық қосымша құн салығы сіздерге осы қабылданды дейік. Сонда сіз мысалы нақты қызметтердің ең соңғы тұтынушыға біздің азаматтарға қанша қымбаттайтынын былай саусақпен айтып бере аласыз ба? Біз енді медициналық қызметті көрсетпегендіктен, бізде отандық өндірушілер болғандықтан мен өндіріс ретінде көрсете аламын. Ал медициналық жаңағы сарапшылардың айтуынша 30%-ға дейін мына бүгінгі салынатын 10% қосымша құн салығы бізге халыққа жеткенде 30% болып келеді. 30%-ға дейін көтеріледі. Бұның жаңа 10%-дан 30%-ға дейінгі эволюцияның жолын жаңа сіздің әріптестеріңіз жақсы түсіндіріп берді. Бұл жаңағы біздің өкілетті органдардың сіздердің бастарыңыз дейінгі ауырады, ана халық ертең өзінің қалтасынан төлейді деген дөрекі жабайы жауаптары, бұлар тағы да осы біздің қосымша құн салығы жалпы талқыланып жатқан салық кодексінің өкілетті органдардың көктен түсіре салған цифр екенін көрсетіп отыр. Көктен түсіре салған. Оның ешқандай мен осы уақытқа дейінгі бір алаңдарда талқыланып жатқанның бір ғылыми дәлелдеп, ғылыми цифрлар келтіріп отырған арифметикалық, математикалық бүгінгі халықтың кірісін, шығысын, бүгінгі инфляцияны, әлемдік геосаяси мәселелердің бәрін бір есептеп отырған бір ғылыми сараптама көрген жоқпын әлі күнге дейін. Бізде көрген жоқпыз. Бізде әлі де осындай цифрды көрмедік, анализ көрмедік, сараптама көрмедік. Сондықтан әрине біздің санауымыз бойынша былай болды. Өйткені біздің санау кәдімгі медициналық қызметті көрсетіп жүрген кәдімгі емханалар, кәдімгі мекемелер, кәдімгі дәрігерлер. Ол кісілер әрине олар бірақ ауыз сөз, сіздер неге бастарыңыз ауырып жатыр соңында. Бүгінгі жеке емханалардың жаңа сөздерін тыңдап отырсақ, әрбір емханаға оның үстіне мына сараптама жаңағы анализ тапсыратын жерлер, лабораториялар. Емхана мен лаборатория үлкен кішісі бар. 300 миллион теңгеден 1 миллиард теңгеге дейін уақыты 6 ай бойында бюджет әлі төлемеген. Бюджет өзінің міндеттемесін орындамаған. Енді осы міндеттемені орындамай отырып, осының барлығын төлемей отырып,
енді ары қарайғы осы қосымша құн салығы, осы жаңа қарыз 300 миллион, 1 миллиардтың үстіне мына 10% қосылатын болса, одан да көп болады. сонда ол одан да көп болайын деп тұр ғой. Иә. Өздері қарыз болып отырып, бұл осыншама Қалай жабатындарын біз жаба саламыз дейді. сіздер өздеріңіздің алаңдарыңызда, мысалы өкілетті органдармен өздеріңізбен талқылау болды ма ақ жолдан басқа? Атамекен тарабында болды, және өткенде депутаттық біраз депутаттар жиналып, сол депутаттардың арасында да бізді шақырып, сондай талқылау болды. Сол кезде депутаттардың бірнеше жаңағы енді түсінікті ғой, дефицит бюджет дейді ғой, бюджеттің дефицитіне байланысты бірнеше жобалар бізге ұсынылды. Соны мысалы мына онкология, инсульт сияқты сол ауруларға қосымша салық құнынан босатайық, ал басқаларын қосымша салық құнын қосайық дегенде. Соны біз айтып отырдық, енді онкология, инсульт деген ол кәдімгі аурудың асқынған түрі. Асқынған түрі, иә. Сонда біз аурудың алдын ала емес, аурудың асқынған түрін. Біз қазір біз болғанда мына үкімет, өкілетті органдар сонда мына аурудың, қазақша айтқан кезде аурудың асқынғанын күтейік дейді. Солай деп отыр ғой. Аурудың асқынғанын күтейік, мына басы өлімге тігілген адамдарға біз жарайды онда жаңа қосымша құн салығын төлетпей-ақ қояйық деп отыр. Ол бірінші оған біз келіспедік, өйткені барлық басқа мемлекеттердің бәрі алдын алады ауруды. Ол өйткені олар тиімді социалдық жағынан да, және ол кәдімгі сіз жаңа дұрыс айтып кеттіңіз, біз жұмыс жасай алатын жас буынды кісілердің денсаулығын сақтап қалу керекпіз. Үкіметтің елдің жүгін көтеріп жүрген жұмыс істейтін күшті, қауқарлы азаматтарды біз қолдауымыз керек. Денсаулығын қолдауымыз керек. Қадағалау керекпіз. Ол бірден біз айттық, ол дұрыс емес, ондай көзқарас даже қарастырмаймыз да дедік. Одан кейін тағы бір ұсыныс болды. Онда жаңағы стоматология еді, косметология, сондай сияқты жаңағы соларға құн салығын салайық деді. Ол да мысалы бүгін сіздің тісіңіз түсіп қалды, жарайды, тісіңіз ауырды, жұлып алды, енді тіс саласыз, сіз тамақ жей алмайсыз. Ол эстетика ма? Жоқ, сіздің денсаулығыңыз ба? Меніңше бұл денсаулыққа байланысты дүниеде мынандай ортасынан ойып алып, біз осыған қосымша құн салығын қалдырайық, болмаса мынаны қосымша құн салығынан босатайық деген дұрыс емес. Мына алкогольді өнімдерді өндіретін мекемелер, жаңа сіз айттыңыз, соңғы мысалы өнімге керек этилдік спиртке акциз төленбейді ол жерде. Соңғы мына шығатын арақ және шарап, соның ішіндегі этилдік спиртке акциз төленеді. Ал бізге, отандық өндірушілерге, өнімге керек шикізат, этилдік спиртті соған акциз салған ғой. Мына соңғыға емес. Дәріге. Қазақша айтқанда сіздер, сіз оны арақ өндіріп отырған жоқсыздар, ішкілік өндіріп отырған жоқсыздар. Құрамында спирті бар дәріге, сіздерге? Құрамында спирті бар дәріге емес. Мен мысалы дайын өнімге. Дайын өнімге емес. Ал мен сатып алам ғой. Шикізатты. Компоненттер. Шикізат, спирт ретінде, этиловый спирт, 96%-лық спирт сатып алған кезде, мен сол кезде акциз төлеймін. Ана арақ өндіретіндермен бірге? Арақ өндіретіндер, олар жаңағы арақ, дайын өнім бар ғой, арақ, шарап, соған төледі. Соның ішіндегі спиртқа төлейміз. Соның ішіндегі. Біз шикізатқа төлейміз. Сонда біз айтып жатырмыз. Сонда бұны өкілетті орган не деп отыр? Сіздер қалай санағансыздар деймін да? Мен мысалы деймін, уже жай ғана сөзбен, жай ғана қарапайым сөзбен айттық. Мысалы мен жарайды өнімді шығару үшін 10 литр спирт алам деймін. Ол ішінде жаңағы шығымы бар.
ол 10 литр спирт ұшатыны бар, жаңағы ішінде жаңағы экспертиза қалатыны бар, анауын бар, мынауын бар. 10 литр спирттен кемінде 30% маған жаңағы өндіріске керек шығындар деп айтамыз. Сол 30%, сонда дейм, оны мына жерде шыққанда, сендер оны санамайсыңдар 30% дейміз да, ол шығын. Ол кәдімгі, мысалы, көйлек тіккендей ғой. Болмаса стол жасағандай. Мынаны аласың, бұрышы қалады, анаусы қалады, мынаусы қалады. Сонда 3 метрлік матадан сен шынында 2-ақ метр көйлек шығады. Ал 1 метрін қаяқ жіберген дейді. Сондай ғой, бізде де сондай болып шықты. Жаңағы өндіріс кезіндегі шығындарды санамастан сендердің ештеңе жоқ деп. Сонда 520 теңге тұратын медициналық спирт 600 теңге не болды? Акциз болды ғой бізге. Масқара. Екі есе, мен өнім екі есе қымбаттап тұр ғой десем, жоқ, сендер санаған кезде бізге сіздердің спирттарыңыз мына жерде осыншалық қой дейді. Я говорю, сендер мына жерге салып қойдыңдар ғой акцизді деймін. Сол сияқты бір қызық не жасайды? Енді математикалық, келмейтін математикалық бір мен түсінбеймін, қалай санадыңдар деймін да. Біз сіздерге көрсетіп тұрмыз ғой, мына шығындардың бәрін кәдімгідей, біз енді жаңа айттым ғой, тиісті өнім практикасы деп, GMP. Сол бойынша шығарамыз. Біздің әр шығару кезінде стандарты бар. Сол стандарт бойынша фармакопейный жаңа статья дейміз, сол бойынша бәрін көрсетіп, шығындардың бәрін шығарып бердік, оның бәрі шығындардың бәрі жазылған, стандартизирователген, соның бойынша көрсетіп, 30%-ға дейін бізде өндіріс шығын болатын. Ананың ішінде санамайды ол. Сол үшін, мысалы, біз айттық, менің мұнда кішкентай ғана өндіріс орны жабылуы мүмкін десе, жабылса көреміз дейді. Біреу жабылып қалды шынында Алматыда. 15-ақ адам жұмыс. Сонда біздің салық органдары... Мен содан қорқам бұлардың санауларынан. Біздің өкілетті органдардың еңбек көрсеткіштері біздің мекеме жаңа халықты асырап отырған, жұмыс беріп отырған мекемені жабылғанша күту керек. Сондай болып тұр ғой. Логикасы солай болып тұр. Жабылса көреміз дейді. Олардың қаншалықты инвестиция салғаны, қаншама мемлекеттің жүгін арқалап отыр, елді асырап отыр. Ол ең бірінші жұмыс беруші. Соның жабылғанын күтіп, жабылса жаман, жабылмаса ары қарай істей береді деген логикамен жұмыс істеп отыр ғой. Мына мен жаңа айттым ғой, тиісті өндіріс практика дедік қой. Сол тиісті өндіріс практика 100 мың долларға дейін шығынын келтіреді отандық өндірушілерге. Өйткені ол заманауи және солар талаптарына сәйкес. Сіз жаңа айттыңыз ғой, сапасына қарай, тиімділігіне қарай дәрінің, соның бәрін қамтамасыз ететін бірде-бір жаңағы стандарт, ол жаңағы тиімді өндіріс практикасы, GMP. Соны өндіру үшін біреуінде енді ол әрине шығатын өнімге байланысты. 50 мың доллардан 100 мың долларға дейін баратын шығындар бар. Мысалы, ол жаңағы биотехнологический дәрілер болса, технологиялық өте күрделі, ол жерде одан да қымбат болуы мүмкін, өйткені ол жерде су жүйесін дайындау керексің, фильтрлар, HEPA дейді, олардың 3 ай сайын ауыстырып, ол жүйені қара керексің. Оның өте күрделі шынында келсе. Біраз өндірістер де жабылып қалды, соны өзіне сол тиісті өндіріс практикасын шығынын көтере алмай. Өйткені ол расында өте қымбат. Түсінікті. Содан кейін бізде жаңағы өте нелер көп қой. Тіркеуден бастап біз жаңағы аптекада сату керекпіз, жаңа кісі дәріні қабылдаған кісі және өзін дәрі тиімділігін көрсету керек. Сондай фармаконадзор деген дүниелері бар. Ол да GMP стандарт сияқты, GVP стандарт. Сол стандарттың бәрін біз ұстану керекпіз. Ол кәдімгі реттеу. Күлдәрия ханым, осы. Бұл жерде енді біз мынаны өндіреміз ба, жоқ. Обыватель дейді ғой, күнделікті қарапайым азамат ретінде мен осы біздің аптекаларға кірген кезде, аптекалардың бір бұрышында тұрады ғой, жаңағы балдақтан бастап, жаңағы бандаж, тізеге кигізетін әртүрлі
жаңағы нелер тартып тұратын не деп айтылады корректорлар ма? жоқ, әртүрлі поездар Поездар, жаңа басқа дүниелердің ішінен мен қазақстандық өнім әлі көрген жоқпын. Осы уақыт былай қарасаңыз бір сондай қатты бір мықты технологиялық өнім емес. Сосын мына спорт залдарға киетін наколенник дейді, жаңағы жаттығу кезінде киетін, қолға киетін нәрсенің барлығы соның бәрі аптекада сатылады. Осы қызыма осы тренировка жаңа жаттығуға қатысу үшін сондайларды іздеп Иран, Пакистан, Ресей, одан қалса Өзбекстан, сонда осының барлығына кім кінәлі осындай? Бұл жерде шикізат тапшылық бізде. Қай жерде өндіріс арзандау. Шикізаты кімде шығады, соның өнімі арзан. Мысалы, Ресейде қазір біраз шикізаттар шығып жатыр, Қытайда біраз шикізаттар шығып жатыр. Иран жабық мемлекет болғандықтан біраз шикізатты өздері өндіріп жатыр. Сондықтан бізде жаңағы қазір Атырау мұнай заводы бар, сол жерден соның өнімдерін өндіру үшін бір үлкен өндіріс ашты. Қытай технологиясы бар ішінде. Әрине, олардың жаңағы нелері аздау, тізімі, шығаратын тізім, өндіріс тізімдері аздау, және бізге келмейді. Өйткені сіз жаңағы пластикті денсаулықты сақтау үшін, емдеу үшін алатын пластигіңіз сіздің теріңізге, ашық жеріңізге және мына кесіп алған жеріңізге ешқандай да бір кері әсер етпеу керек. Оның бәрін тексерілуден өту керек. Оған кәдімгідей бір талаптар бар. Техникалық. Сол талаптарды ғана онсыз біз сараптамадан өте алмаймыз. Кез келген жаңағы пластикті аламаймыз жасауға. Сондықтан сол пластиктардың өзін бір үлкен бір талаптарға сәйкес пластиктардың өзі қымбат болады. Сол шикізат алып келген кезде біздің өнім жаңағы шетелден алып келген өнімдердің бағасына бәсекелі боламайды. Сол үшін ол жерде қолдау керек. Онсыз да мысалы өнбей жатқан дүние қазір енді мынау көтерілгеннен кейін осы өндіріске тағы 10% салынатын болса, қосымша құн салығы онда бізде отандық дүние мүлдем қалмайын деп тұр. Қалмайын деп тұр. Проблема болайын деп тұр. Өйткені мұны кішкентай мен айтып отырмын ғой, бағана бізде жаңа Алматы облысында біз бәрілеріңіз білетін қызыл май деген өзіміздің отандық өндіріс. Ол жерде жаңағы қолданылатын шикізат кәдімгі өздері өсіреді. Алматы облысындағы тауларда кәдімгі селекция жасап өсірген ботаниктармен қосылып, отандық ботаниктармен қосылып, селекция арқылы өсіріп, жинайды өздері, қолдарымен жинап, жаңағы содан шығарады. Нақты айтуға болады 100% қазақстандық деп. Әрине, ол жерден жаңа қолданылатын тек қана құбы, несін құятын, майын құятын, жаңа басқа да крем қазір шығарып жатыр олар. Неше түрлі суппозиторий дейді ғой, свечаларын істейді. Сондай ғана жаңағы сыртындағы құбыларын ғана алады, болмаса жаңағы орамаларын алады, ал басқасын бәрі өздерінікі. Сонда ол айтады, мысалы, мен құбым, жаңағы орамаларын бәрі мен бір 3%, көп болса 5% болады өнімнің ішінде дейді. А маған құн салық салғаннан кейін мен қалай қайтарамын мұны дейді. Мен таза өзім өндірсім, мен бағаны ұстап тұрам дейді. Мен көп, өйткені Ресейден, Белоруссиядан сондай бір масло шиповника дейміз ғой, итмұрын майы, сондай оларда да шығарады дейді. Солардың бағасына мен бәсеке болу үшін бағаны көтере алмаймын дейді. Ал мынау келсе, мен өзім кішкентай ғана орташа өндіріс орнымын, ол жерде 40-45 адам істейді дейді. Салықты төлегеннен кейін мен оны импорт кезінде төлеймін дейді. Какао алам арасында дейді, не қылам дейді. Оның бәрі бір жылға алам ғой дейді. Жаңа құбыларында соның бір жылға алған кезде 10%-ын төлеген кезде оның импортын мен кірген кезде төлеу керекпін дейді. Бұны біздің мына Қызылмай брендін өндіруші біздің кәсіпорын айтып отыр. Сонда мен салық төлегеннен кейін неме ақша қалмай қалады дейді. Кісілеріме
несін төлегенге, жұмыс ақысын төлегенге ақша қалмай қалады. Ол кісілермен барып, кәсіпорынына қарап, соны көріп, солармен санағаннан кейін ойланып қалдық шынында. Сонда біз қолдаудың орнына бұл кісілерді жабуға мәжбүрлеп отырмыз. Рахмет. Гүлдәрия Жұмаханқызы, көп рахмет. Сізді мынау жиналысқа келіп, оның 1,5 сағат жиналыста отырдыңыз, оның үстіне тағы да уақытыңызды алып отырмыз. Көп рахмет. Енді Сіздерге көп рахмет. Бұл сіздердің жаңағы сөйлеген сөздеріңіз, бұл пікірталас емес, бұл сіздердің жан айқайларыңыз. Сондықтан осы заң керекті біздің басшыларымыздың құлағына осы елдің жан айқайы жетеді деп ойлаймыз. Көп рахмет сіздерге. Сіздерге де көп рахмет. Ақ жол партиясына үлкен алғысымды білдіргім келеді. Осы біз енді қауымдастық ретінде 2006 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатырмыз. Сол уақыттан бастап сіздер білдіріп отырасыздар да және қолдап отырасыздар. Сондықтан қандай бір проблема болса да сіздерге жүгілеміз. Сіздер қанша проблемаларымызды осы көтеріп, партия ретінде және мәжілістің отырыстарында талай мәселе сіздердің арқаларыңызда шешілген. Рахмет. Гүлдәрия. Сеніміңізге рахмет. Сенімдеріңізді ақтауға тырысамыз. Рахмет сіздерге. Енді не істейміз?